Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен дүниетану сабағын өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз адамдар не үшін еңбек етеді? Бүгінгі сабақта сен отбасындағы құндылықтарды білетін боласың. Мемлекет, қоғам және отбасының дамуында еңбектің маңызды рөл атқаратынын талқылайсың. Еңбек арқылы өз қажеттіліктеріңді орындауды үйренесің. Сонымен қатар бүгінгі сабақта балалар адалдық, парасаттылық, адал еңбек ұғымдарын түсінесіңдер. Адалдық адам бойындағы таза ниет, бағалы қасиет. Адалдық туралы видеоға назар аударайық. Фильм соңында өз ойларыңды айтасыңдар. Құрылысшы ақсақал. Баяғыда бір кісі қаншама жыл құрылыс саласында қызмет атқарған екен. Зейнет жасына келгенде бастығына келіп, «Басеке, мен зейнетке шығатын уақытым келді. Өтінішіме қол қойып беріңіз, мен жұмыстан шығайын» депті. Сонда бастығы, «Әрине, зейнетке шығасыз. Бірақ бір шартым бар. Әлі салына қоймаған бір үй бар еді. Соны салып бітіріп берсеңіз, рұқсат» дейді. Әлгі қария амалдың жоғынан үйді аз күнде бітіріп, үйдің кілтін бастығына берсе, бастығы өзіне қайтарып береді. Бұған таң қалған ақсақал, «Басеке, мұныңыз қалай?» дейді. Сол кезде бастығы, «Ақсақал, негізі бұл сіздің үйіңіз. Енді бұл үйде өзіңіз тұрасыз» деп жауап қайтарады. Бастығынан мұндай жауапты күтпеген әлгі қария, «Қап, өзімнің үйім болатындығын білгенімде, бар мүмкіндікті пайдаланып, зәулім сарай салып алатын едім ғой» деп өкініп қалыпты. Бейне үзіндіден сендер не түсініңдер? Әрине, қандай да жұмыс болса, таза жүрекпен, адал еңбектену керектігін білдіңдер. Қане онда сабағымызға оралайық. Еңбек деген не? Адамдар не үшін еңбектенеді? Еңбектің қандай түрлері бар? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Еңбексіз адам өмірінде мән болмайды. Яғни, еңбексіз адамның өмірі мәнсіз болады демекші. Еңбектің арқасында адам өз өмірін жақсартады, қабілетін дамытады, білімін толықтырады. Әрбір еңбекқор адам өз жұмысының жемісін көреді, қаржылай табысты болады. Осы табысының арқасында балалар адам өзінің мұқтаждығын өтейді. Жалғыз адам жасаған жұмыспен ұжымдаса атқарған еңбектің қайсысы тиімді? Әрине балалар, ұжымдаса атқарған еңбек тиімді. Себебі ол өнімді болады, және бірігіп жұмыс жасаған ол әрі қызықты болады. Еңбек ой еңбегі және дене еңбегі болып бөлінеді екен. Ой еңбегін зияткерлік еңбек деп те атайды. Ой еңбегі адамнан зеректік пен зерделікті, ақылдылық пен парасаттылық қабілетін қажет етеді. Ой еңбегіне IT мамандары, мұғалімдер, ақындар, жазушылар, әншілер айналысады. Дене күшін қолдану қажет ететін еңбекті дене немесе қол еңбегі деп атайды. Ол адамнан қажырлықты талап етеді. Мысалы, егіншілер, шахтерлар, спортшылар. Міне бұлар дене күшін қолдануды қажет ететін еңбек. Балалар, экранға мұқият назар аударайық. Ой еңбегі мен дене еңбегі бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, шахтерлар көмір қазады. Ол қол еңбегіне жатады. Ал көмір өндірудің тиімділігін арттыру үшін жаңа технологияны пайдаланады. Бұларды инженерлер ойлап табады. Сондықтан ой еңбегіне жатқызамыз. Бірінші суретте сендер
көмір қазып жатқан шахтерді көріп тұрсыңдар. Ал екінші суретте инженер ғалымды көріп тұрсыңдар. Бірінші сурет қол еңбегіне, ал екінші сурет ой еңбегіне жатады. Мақалдың басы мен жалғасын тауып сәйкестендірейік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілінбей. Байдың малы ортақ, шебердің қолы ортақ. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Не ексең, соны орасың. Білім басы бейнет, соңы зейнет. Бүгінгі сабақта біз сендермен адам еңбегі, адал еңбек туралы түсінік алдық. Адам бойында адалдық, пәктік, ар-ұждан, жан тазалығы тәрізді қасиеттердің қалыптасқан нормаға сай болуы керек. Ұлы Абай алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол дейді. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар.